Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қарапайым, дәмді әрі пайдалы салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепті жоғалтып алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басуды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Лимон шырынын құям. Қара бұршын салам. Орегано салам. Қыша дәндерін салам. Қалауыңызша тұз, бал, зәйтүн майы, енді жақсылап араластырып аламыз. Сосын міндетті түрде дәмін қараймыз. Балын ертіп алғаннан кейін дәмін қараймыз. Егер тұзы төмен болса тұзын қосамыз, балы төмен болса балын қараймыз. Міндетті түрде дәмін қарап аласыздар. Қышқылдық баланс келтіріп аламыз. Енді қызанағымызды турап аламыз. Қызанағымызды енді тарелкемізге орналастырамыз. Ірімшігімізді осылай ірілеп турап аламыз. Енді осылай қара күнжіт дәндеріне осылай аунатып алған. Өте әсем болып көрінеді. Салатымызға салам орналастырамыз. Осындай бір сиырымызды алып қаламыз. Енді грек жаңғағымызды аздап кішкене үстіп майдалап аламыз. Дәндерімізді сүйіп аламыз. Аздап осындай шағын дән алып қаламыз. Аздап дән алып қаламыз. Осындай грек дәндерімізді сүйіп аламыз. Үстіне жасаған заправкамызды осылай құямыз. Жасаған заправкамызды рукколамызға құйып, бұл қонаққа қояр уақытта жарты сағат қалғанда жасалатын нәрсе. Алдын ала жасап қоюға болмайды. Бұл отырып шамаланып кетеді. Рукколамызды саламыз.
Астырып, өстіп бастап дәндерімізді себеміз. Әсемдікке қолданамыз. Мінекей, салатымыз дайын болды. Бетіне күнжіт дәнін себелейміз. Мінекей, барбарис дәндері. Ерекше өте дәм беріп тұрады салатқа. Аздап қалған заправкамызды құйып жібереміз. Бетіне жылтырап тұру үшін. Әдемі әрі жеңіл, ет тағамдарымен өте үйлесетін салаттың бір түрі. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.